Сәлем достар, бүгін сіздерге асқабақтан жасалған дәмі тіл үйіретін суп пюренің жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл пюрені үлкендер де балалар да сүйіп жейді. Ең алдымен жуамызды осылай бөліктерге бөліп турап шығамыз. Бір зубчик сарымсақты ұсақтап тураймыз. Кастрюлемізге майымызды қыздырып, жуа мен сарымсағымызды саламыз. Әзірге көкөністерімізді дайындаймыз. Асқабақтың сыртын тазалап, бірдей орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Сәбіз бен картошкамызды да асқабақтар мен көлемдерін бірдей етіп тураймыз. Жуаның үстіне осы туралған көкөністерді саламыз. Жақсылап араластырып 3-4 минут қуырып аламыз. Одан соң көкөністерімізді кішкене жауып тұратындай етіп су қоямыз. Суымыз қайнаған соң астын басып 40-45 минут пісіреміз. Осы уақыт аралығында суп пюремізге сухари жасасаңыз болады. Ол үшін наныңызды осылай квадраттап турап пакетке салып, сол пакетке өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер және аз ғана сұйық май қосып, пакетті шайқап араластырамыз. Одан соң нандарымызды осылай пергамент қағаз төселген формамызға саламыз да печкада 190 градуста 10-15 минут қыздырып аламыз. 45 минут өтті, пюремізге ораламыз. Осылай кастрюльде тұрған күйінде блендермен езіп шығамыз. Езілген пюреге сливкемізді қосып, тағы 1-2 минут отта ұстаймыз. Осымен біздің пюреміз дайын. Ас болсын. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.